Хандар аманаты. 1506-1509 жылдар аралығында Мұхаммед Шайбани қазақтарға қарсы соғыс ашты. 1510 жылы Ұлытау шайқасы болды. 1511 жылы Қасым хан билікке келді. 1523 жылы Мамаш хан өлтірілді. 1533 жылы алғаш рет Қазақстан атауы пайда болды. 1537-1538 жылдар аралығында 70-ке жуық қазақ сұлтандары қаза тапты. 1538 жылы Хақназар хан болды. 1598 жылы Есім хан билікке келді. Сығанақ қаласы Қазақ хандығының ең алғашқы астанасы. Орта ғасырлық бұл шаһар өркениеттер тоғысып, мәдениеттер мәуе жайған жер болатын. Сығанақ деген ол Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан атақты орта ғасырлар сыр бойындағы атақты қалалардың біреусі. Атақты мұндай қалалар әлі болған жоқ. Мұнда Жәнібек пен Керейдің кезінде бұлардың ақшасы шығарылған. Енді шамамен айтқанда кем дегенде бір 10 мыңдай, 15 мыңдай адам тұрды деп ойлаймыз енді. Сығанақ қаласының солтүстік батыс жағында үлкен қақпа бар. Қақпаның алдында үлкен аула бар. Жаңағы мал тұратұғын, арба тұратұғын. Қақпаның ішкі жағында айландыра жаңағы қорған соғылған. Қақпаның ішкі аузында қорған соғылған. Сол қорғанның алдында жаңағы екі жерде ошақтың орны ашылды. Тандыр ошақ дейміз. Сол тандыр ошақтың біреуінің ішінде жаңағы енді ескірген бұзылған кезінде Ақбөкеннің мүйізін кесіп алып, сыртындағы қабығын шығарып тастап, түбін кесіп, мынандайды қайнатып, осыдан мускус деген дәрі жасайды екен. Мұны жаңа Фазлах ибн Үрізбі ханның жазба дерегінде бар. Ал бұны біз таптық. Қақпаның тандыр ошақтың ішінен. Осындай мүйіздің 45-і бар. Хандар аманаты. 16 ғасырдың басында Мұхаммед Шайбани Орта Азияны толығымен жаулап алғаннан кейін өз мемлекетін күшейте бастайды. Сондықтан бір жағынан солтүстіктегі дұшпандарын әлсіретуді алдына мақсат қояды. Ең алғашқы бұл бағытта жасаған қадамы ол Дешті Қыпшақ саудагерлерінің Орта Азияға келіп сауда жасауына тыйым салынады. Саудамен келген біраз қазақ саудагерлері тоналып, арадағы осы бейбітшілік бұзылады. Мұхаммед Шайбани қазақ жеріне алғашқы жорығын 1503 жылы жасады. Ол қазақтарға қарсы барлығы 4 рет жорық ұйымдастырды. Оның түпкі ойы Дешті Қыпшақта Шайбан әулетінің билігін қайта қалпына келтіру еді. Дәл сол кезде билік басында бұрындық хан отырса да, қазақ қоғамының қалауы Қасымда болатын. Енді бұл билеуші топ өкілдері көбі бұрындық ханның емес, Қасымның маңайында топтала бастайды, және Қасымды өз билеуші ретінде мойындай бастайды. Осы 1509 жылдары Қасым шын деңгейінде осы Дешті Қыпшақтың нағыз билеушісі болды. Бұрындықта батыр болған кісі. Бірақ мына соғыс өнеріне жетік болғанмен, бірақ ел басқаруысы, тағы басқа ішкі саясат, тағы көрші елдермен байланыс, дипломатия толып жатқан шаруасы бар ғой хандықтың. Оған чорқақтау болған кісі дейді жалпы. Есенберлдің жазуы бойынша да, басқа да зерттеушілердің болжамы солай. 1510 жылы Мұхаммед Шайбани қазақтарға қарсы бағытталған 4-ші жорығын ұйымдастырады. Бұл енді Мұхаммед Шайбанидің соңғы жорығы болып шығады.
қазақ әскері Мұхаммед Шайбани жасақтарын тас талқан етіп жеңеді. Өзбек әскері Ұлытаудан қашқан бойы орталық Азия аумағына өтіп кетеді деген дерек бар. Мұхаммед Шайбанидің бұл жеңілісі оның өміріндегі ең үлкен жеңілістердің бірі болады. Хандар аманаты. Мына Аламары Сефебиде Қасым хан суреттелген. Алтын тақта отырғаны, басында 40 мың тұман тұратын тәжі болғаны, осында 3 тарам сақалы түсіп тұрғаны, бүкіл шығыс деректердің ең көп айтылатын, ең көп көрсетілетін, ең мойындалатын Қасым хан. Падишахқа дәшті қыпшақ деп жазатын көрсетеді. Қасым хан мен Абылай ханның арасында көп ұқсастық бар. Екеуі де халқына қалтқысыз қызмет етті. Бір өкініштісі, тағдыр оларға өз еліне билік жүргізуге бар болғаны 10 жыл мұрсат берген екен. Егер Қасым хан билікте 10 жыл емес, 20 жыл отырғанда, тарих дөңгелегі басқа даңғылға бұрылар ма еді? Қартайған шағында қан болды, сол 70-ке тақаған шағында. Оның өзі туған кезі 1445-46 жылдар. Ұзақ жыл қолбасшы болды, бұрындық ханның жанында жүрді. Яғни қазақ хандығының құрылу кезеңінде бұл жас жігіттер болатын. Қасым хан әрі жауынгер, әрі дипломат, әрі және өте ақылды, кемеңгер кісі болған. Ол кезде қалмақпен соғыс әлі бастала қойған жоқ. Ол оңтүстіктегі өлкелерді сырдың бойын азат ету деген машақат бар. Жаңағы ноғайлыны бері әкелу деген машақат бар. Мына жақтан Қиуа, Қоқаны бар, сосын Бұхара хандығы бар. Олар да баяғыда Алтын Ордадан бөлініп қалғандар. Бұлар қазаққа есе теңдік бермей, олардың құрамына Шайбанилердің тұқымы қосылып, қазаққа қайта шапқан кездері бар ғой. Солардан қорғану, сыр бойында қалаларды қайтарып алу, осының бәрі Қасым ханның тұсында жүзеге асқан. Осылайша қазақ хандығының жаңа дәуірі басталды. Қасым ханның тұсында қазақ мемлекеті бұрын соңды болмаған қуатты күшке ие болды. Тіпті көрші жатқан тайпалардың өзі күн сайын лек-легімен келіп қазақ хандығына қосылып жатты. Бұл кездегі мемлекет халқының саны 1 миллионнан асып, әскерінің саны 300 мыңға бірақ жетті. Қазақ жері Алтайдан Еділге дейін созылды. Бұл жерде барлық тұрғындар бір тілдік кеңістікте сөйлейді. Бәрінде бір рухани кеңістік, бәрі бір экономикалық кеңістікте, бәрі бір саяси кеңістікте, мәдени кеңістікте. Ал енді тағы жетті, оған қажетті, бәріне бір құқықтық кеңістік керек бар. Бәрін ортақ заң. Міне соған сәйкес Қасым хан тұсында жаңа талаптарға сай жаңа заңдар енгізіледі. Бірақ өкінішке орай ол бізде жазба деректер жетпеді, ал ауыз әдебиеті бойынша Қасым ханның Қасқа жолы деген атпен қалады. Қасым ханның кезінде өте қуатты мемлекет болады. Өйткені бұл кезде Қасым хан қазіргі біз білетін Ресейдің Астрахан аймағы, қазіргі Орынбор аймағы, Омбы, Томбы деп айтылатын жерлерді, осы жерлердің аймақтардың барлығында да Қасым ханның билігі жүретін еді. Қасым ханның сарайына қалмақтар, ойраттар, басқа да алыс жақын шет мемлекеттердің ресми өкілдері лег-легімен келіп, қазақ елімен барынша бейбіт қарым-қатынаста болудың түрлі жолдарын қарастырып жататын. Көршілес елдер билеушілер арасында қазақ ханынан әскери көмек сұрағандары да бар. Мұхаммед Шайбани ханның елшілері келіп, Қасым ханнан қазіргі Иранның, сол кездегі Иранменен соғысу үшін әскер сұраған Қасым ханнан.
сол парсы нелеріне де сол нәрсе оқиға баяндалады. Яғни Мұхаммед Шайбани хан үлкен хан ретінде өзінің арнайы мойындаған Қасымды. Қазақстан атауының шығуын, пайда болуын біз Қасым ханмен байланыстыруымыз керек. Қасым ханның билігі тұсында қазақ елі, қазақ мемлекеті күшейді. Оның атақ даңқы шар тарапқа тараған. Тіпті мынандай бір деректер бар. Алғаш рет орыстар Мәскеу князьдығы Ватиканға елшілер жіберген екен. Сонда Қасым хан туралы, қазақтар туралы сұрай бастады. Сонда олардың ойлары Қасым ханның тұсында қазақ жерінің дешті қыпшақтың бірігуінен қорқа бастайды. Өйткені Батыйдың заманы оралады деді. Батый заманында да бүкіл дешті қыпшақ бірікті. Сөйтіп ары қарай батысқа жорыққа шығып еді ғой. Дәл осыдан қауіптеніп, олардың қазақ жерін кәдімгідей қадағалап зерттей бастаған. Мүмкіндігінше Европадан одақтастар іздестіреді. Бұл дегеніміз қазақ елінің даңқының жеткендігі, шар тарапқа кеткендігін көрсетеді. Осыған байланысты алғаш рет сол 16 ғасырдың 30 жылдары Зайнаддин Васифи дейтін тарихшының еңбегі шығады. Өзінің жаңағы мемуарлық еңбегі. Сонда алғаш рет Қазақстан деген терме жазылады, атау жазылады. Хандар аманаты. Қасым ханның қайтыс болғандығын Мұхаммед Қайдар Дулати екі датамен береді. Бір кітабында ол 1518 жылы қайтыс болған дейді, ал бір еңбегінде 1523 жылы қайтыс болған дейді. Арасы 5-6 жыл. Әрине бұл енді нақты емес, шамамен сол шамада. Тарихшы ғалым Амантай Исин орыс деректері негізінде Қасым ханның 1521 жылы Сарайшықта қайтыс болғанын анықтады. 16 ғасырдың соңында казактар Сарайшық қаласы маңындағы зираттарды аяусыз тонайды. Олар шығыстың хандары байлықтарымен бірге жерленеді деп қорымдардан бағалы заттар мен құнды жәдігерлер іздеген. Ақыры түк таппаған соң сүйектерді бір жерге жинап, өртеп, күлін Жайық өзеніне шашып жіберіпті. Хандар аманаты. Мамашхан Қасым ханның үлкен ұлдарының бірі. Қасым хан қайтыс болғаннан кейін олар әрине хан болды. Бірақ Қасым хан оның билігіне қарсы Қасым ханның ағасының ұлдары қарсы шығады. Мамаш ханның билігі ұзаққа бара алмады. Көп болса 1-2 жылда ғана билік құрды. Және оның қалай өлген туралы 3-4 версия айтады, бірақ бірін-бірі толықтырады. Соңында ең нақты нұсқасы түнгі бір қақтығыстардың бірінде жараланып аттан құлаған екен, және аттың астына тапталып қайтыс болып кеткен. Ал одан кейін билікке Қасым ханның ағасы, туған ағасы Әдік сұлтанның ұлы Тахир келеді. Оның билігі де 10 жылдай болды, бірақ бұл Мамаш ханның кезінде басталған осы саяси дағдарыс ары қарай тереңдеп, бұл қазақ ханның құлдырауына алып келеді, әлсіреуіне алып келеді. Әрбір халық, ұлы халық, былай істейді екен. Тарихтағы өзінің минусын плюске айналдырған жағдайда ол халық ұлы халық болады. Қазақ жерінде 20-дан аса мемлекет болды ма? 20-дан. Солардың бәрінің құрылу тарихы бар. Бәрінің күшею тарихы бар. Бәрінің әлсіреу жойылу тарихы бар. Бәрінің әлсіреу жойылу тарихын қарасаң, бәрінде бір ғана нәрсе жетпеген. Билеуші әулет арасында алауыздық, дағдарыс, тағышын талас мемлекеттің міндетті түрде ыдырауына алып келеді. Керей мен Жәнібек екеуі ынтымақты болды ма? Әбілқайырға қарсы күресе жүріп қанды құрды. Бұрындық пен Қасым алғашқыда ынтымақта болды ма? Бірігіп жүріп сыр бойындағы қалаларды алды. Ал одан кейін енді қазақ хандығында кімнің Ахметтің, Тоғымның және тағы Бұйдаш хандардың тұсында бірлік жоқ болды ма? Қазақ жем болды басқалардың бәріне. Жалпы менің санауым бойынша 60-80-ге жоқ сол жылдары қазақ сұлтандары қандары өлтірілген екен. Бір жерде 37 сұлтан қаза табады. Бір шайқаста 24 сұлтан қаза табады. Бір шайқаста Шығайдың әкесі Жәдік бір ұлмен қаза табады.
Тахир Былайда өлді, Мамаш өлді, Ахмет Тоғым Бұйдаш өлді, Тахирдің інісі бар еді Әбілқасым дейтін сұлтан, ол да өлді. Енді қарап отырсаң, сол кезде бұл тек қана белгілі болғандары, ал белгісіз қаншама. Сонда бұның бәрі Жәнібек ханның 9 ұлдан тараған ұрпақтар. Керей мен Жәнібек қазақ хандығын құрған қазақтың алғашқы ханы қазақ екен. Оның ар жағы әкесі кім болған? Оның ар жағында бабасы кім? Ол кімнің әулеті? Ол Шыңғысханның әулеті. Ал Шыңғысхан кім мәселені? Осы күнге дейін біз жалған теориямен, мына отаршылардың таңған тәліміменен жүріп келдік. Төрелер біздің қазақ халқының ішінде. Қазақ хандығында бар. Жаңағы Шыңғысханды моңғол деп жүрміз ғой. Монғолияда бірде-бір төре жоқ. Төре деген ру жоқ екен. Төрені төбесіне тұтатын халық ол біздің қазақтар. Ешбір жерде мынау төре деп төрге отырғызу, төреге билету, төреге билік беру басқа ұлттарда жоқ. Өйткені төре біздің қазақ руларынан шыққан нәрсе. Қазақ руының біреуі Иса Салқам Жаңғыр майданда қаза болды. Хақназар да майданда қаза болған дейді. 9 ұлымен бірге Тоғым хан 1530 жылдар. Осы мына қырғызды қорғап қалам деп мына Ақсу хандығыменен нелерменен соғыс кезінде 9 ұлымен қанша сұлтандармен бірге харап болған ғой. Көрдіңіз бе, қазақ үшін басым берген, қан майданда басым берген хандар. Біз сол жалпы төрелерге, Шыңғысхан әулетіне, хандарға біз қарыздармыз. Хандар аманаты. Хандар аманаты. Қасым ханның қайтыс болуыменен бізде қазақ хандығының білесіздер жалпы әлсіреу кезеңі басталды. Шамамен 30 жылдай уақыт. Хақназар ханның таққа отыруына дейін бізде бірнеше хан абыройсыздықпен қайтыс болып, ол кезде жағдай өте қиын болды. Жаңағы атақты Дулатидың еңбегінде айтылатын қазақ хандығына мүлдем адам қалмады деп айтатын кез осы кезең. Ал Хақназар ханның таққа отыруыменен қайтадан қазақ хандығының бұрынғы жерлерін шекарасын қалпына келтіру жұмыстарымен айналыса бастады. Яғни Шығыс Түркістан аймағын, қазір Жетісу өңірі, батыс аймақ, солтүстік шекара, осы аймақтарды Хақназар хан қалпын өзінің қолында ұстауға тырысты. Хақназар Қасым ханның кіші ұлы. Әрі 20-30 жылдардағы дағдарыстарда аман қалған бірен-саран сұлтандардың бірі. Ол ноғайлар арасында жүргенде оның хан тұқымы екені ескеріліп, башқұрттарға хан болып сайланады. Башқұрттарда хан болған екен Хақназар. Бұл Тахир ханның Бұйдаш хандардың тұсында. Ал кейіннен олар қайтыс болғаннан кейін 37-38 жылдары Ноғай мырзаларының қолдауыменен Хақназар қазақ тағына хан болып келеді. Сөйтіп оның 40 жылдық хандық тағы басталады, билігі басталады. Деректерде Хақназар хан айтыла ма? Жанында міндетті түрде 2 адам айтылады. Біреуі Шығай, екіншісі Чалым дейді, енді Жолым сұлтан. Соған қарағанда жас жағынан үлкен Хақназар хан өлді. Енді бүкіл қазақ әулетінің арасында ең белгілі сол әулет билеуші әулеттің өкілдерінен Шығай белгілі, жас келіп қалған. Соған қарамастан хан сайланды. Бірақ енді нақты оның қай күні хан сайланды, қай күні өлді айтылмайды. Біздің білетініміз сол жылдардан бастап оның жанында хан деген титулмен жазыла бастайды. Бұны біз айтып жүрміз 1580-1582 жылдар. Қадырғали Жалайыр жазады. Кімнің Шығайдың әйелдері көп еді дейді. Соған сәйкес ұрпақтарды көп болған. Оның енді бірінші әйелі маңдай ұлдары, екінші әйелі маңдай. Одан кейін бүкіл қазақтың қазіргі хандары бар ғой, кеше Кенесарыға дейін бәрі болса Шығайдан тарайды. Орыстанда білтелі мылтық бар ғой. Соны сұрау мақсатында
Тәуекел Құлмұхаммед дейтін елшісін Ресейге жібереді. Ол туралы жазбалар бар. Тәуекел Баһадүр ханның Мәскеуге елші берген уақытындағы мақсаты бұл жерде біріншіден өзінің бауыры тұтқынға түсіп қалған сол кездегі Сібір хандығына қонаққа барған қазір біздің осы кесен жерленген Онан сұлтанның ұлы болатын Ораз Мұхаммед сұлтанды Орыс империясы тұтқынға түсіріп, сол өздерінің елінде ұсталған еді. Ол елшіліктің бір мақсаты осы Ораз Мұхаммед сұлтанды босатып алу болды. Екінші мақсаты Ресей империясынан сол кездегі тілмен айтқанда от қаруды иелену еді. От қаруы қазақтарға берілмеген тәрізді. Екіншіден де Ораз Мұхаммедті де босатып алу деген жоспарда жүзеге асырылған жоқ. Тәуекел хан Ташкент мен Самарқанды алып, інісі Есім ханды сонда қалдырып кетеді де, өзі Бұқараны бетке алады. Қазақ әскері Бұқараны қоршау тағы тоқтатады, Самарқаннан әскерін әкетеді. Бірақ Самарқанда Самарқанға дейінгі қазақ тайпалардың ықпалы өсіп тұрады. Ташкент қаласы бүкіл облыс аймағы, вилайет қазақ хандығының құрамына қосылады. Және осы 200 жылға дейін өмір сүреді. Кешегі 1780-90 жылдарға дейін Ташкент қазақтың қаласы болып болған. Соңғы кездері зерттеулерде Тәуекел ханның монеталарын тауып отыр. Мысалы, бізде Бурнашева деген ғалым бар, нумизмат. Оңтүстік Қазақстан өңірінде табылған монеталардың ішінен Али Тәуекел хан деген жазуы бар 2 монета тапты. Бұл да Тәуекелдің ақша шығарғанын көрсетеді. 1598 жылы қазақтың ұлы хандарының бірі Есім хан билікке келді. Ол Ясы қаласының атауын Түркістан деп өзгертіп, қазақ хандығының астанасы ретінде жариялады. Осыдан бастап хандар мен сұлтандар, батырлар мен билер бір жерге, яғни суфизм ілімінің негізін салушы ғұлама ғалым Қожа Ахмет Яссауи мавзолейіне жерленетін болды. Осылайша тұңғыш ұлттық пантеон жасақталды. Түркістан қаласының бас ғимараты Әзірет Сұлтан кешенін архитектуралық мазмұны жағынан өте бай, адам қолымен жасалған таңғажайыптардың қатарына жатқызуға болады. Есім хан жерленгеннен кейін қазақтың барлық хандарын, сұлтандары мен билерін, батырлары мен жырауларын Түркістанда жерлеу дәстүрге айналды. Түркістан қаласы қазіргі археологиялық зерттеулер нәтижесінде осыған дейін 1000 жылдық мереке аталып өтілген болса, қазіргі таңда Түркістан қаласының тарихын біздің заманымыздың бірінші дәуірмен бастап отыр археологтарымыз. Яғни тағы да 500 жылға ұзарып 2000 жылдыққа апарып отыр. Бұл қаланың атауы әр кезде әртүрлі аталып келген. Алғашқы уақытта Қарашық деген атаумен аталса, орта ғасырларда Ясы деген атаумен белгілі. Ал 15 ғасырдан бастап қаланың атауы Түркістан деп атала бастайды. Бұл кесененің құрылысына Әмір Темір өзі арнайы бұйрық беріп, арнайы Убайдулла деген шеберді басшығы бекітеді. Және осы кесененің көлемі қандай болу керектігін өзі белгілеп берген дейді. Оны біз Шараф-ад-Дин Езидің Зафар-наме атты еңбегінен оны оқи аламыз. Сол Әмір Темірдің өзінің бұйрығы бойынша бұл кесененің құрылысыны біткені, кесененің құрылысы жүріп жатқан уақытында арнайы бірнеше сый тартулар жасайды. Оның ішінде қазіргі таңдағы тайқазан, сонымен қатар кесенеге кіреберіс қақпа есігі, сонымен қатар Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жатқан қабірханасына арналған арнайы қабірхананың есігі бар. Және де ұзындығы 8 метрден тұратын қола лауқалы ту, және қазіргі қорық мұражайдың қорында сақталып тұрған 5 қолат шағдандар. Бұл Әмір Темірдің арнайы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне тартқан сый тартулар болып табылады.